Құрметті оқырман, егер сіз алтын бизнесін бастағыңыз келіп жатса, алғашында яғни оборот аз төмен болғандықтан ең бірінші сізге қажетті қандай алтындар тезірек өтеді, қалай жылдам табысқа, қалай жылдам оборотты көтеруге болатыны жайлы айтайын. Қазіргі таңда ең бірінші жақсы өтетін алтындар олар пустышкалар деп айтамыз ғой, құдалыққа, жаңағы құдағи, құдашаларға тағатын сақиналар. Яғни граммы аздау, арзандау бағада жүретін 2,5-3 граммдық сақиналар әкеп сатсаңыз, және де легковесный сырғалар, конго сырғалар деп айтамыз қазір көбісі тағып жүр, конго сырғалар. Соларды әкеп сатсаңыз, олар яғни бір күнде, 2 күнде тез өтетін алтын түрі болып саналынады. Сондықтан бизнес бастайтын кезде ең бірінші сізге осы сақиналар мен сырғаларды сатуға кеңес беремін. Енді бұл жерде пустышка деп айтып жатамыз ғой, яғни алтын жасалған кездің өзінде екіге бөлініп жасалынады. Яғни пусателый алтын болады, сосын литый алтын болып жасалынады. Соның ішінде пустышкаға кеп тоқталатын болсақ, қазіргі